Қыздар, сіздермен ерекше королевский пирогтың рецептісімен бөлісемін. Рецепті сақтап алыңыздар және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Давайте кеттік, бірге жасайық. Ол үшін бізге ұн, какао, қант, ерітілген бөлме температурасындағы сары май. Осылай қолымызбен жақсылап үгітіп аламыз. Үгітілген ұнымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін көп қылып алып қойыңыздар. Оны арнайы формаға төсеп, қатты басып, формаға орналастырамыз. Қалған кішкентай бөлігін алып қоямыз, оны бетіне себеміз. Енді ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Алдын ала осы кезде пешімізді қыздырып қойыңыздар 180 градусқа. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менде Моя ферманың таза, табиғи, сапалы творогы, қант қосамыз, жұмыртқамызды саламыз, кукуруз крахмалын және Моя ферманың 20% қаймағын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып блендерлаймыз. Қамырымыздың үстіне құямыз. Үстіне үгітілген қамырымызды себеміз. Енді 180 градуста 45-50 минут пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Сізде осындай шоколадты ерекше королевский творожный пирогты жасап көріңіздер. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.